Езекиел кітабында Құдай көрсеткен көрініс арқылы пайғамбарлық сөздер көп айтылған. Олардың мазмұны көне өсиеттегі басқа пайғамбарлық жазбалармен бірдей екен. Израиль халқының Құдайдың әділ еркін орындап, киелі өмір сүрулерін қалаған Құдайдың еркі. Алайда Израиль халқы пайғамбарлық сөздерге құлақ салмай, теріс жолмен жүріп кетті. Ақыр соңында Иерусалим қаласы мен киелі жазаланады. Езекиел Иерусалим құлайтын себебі не екенін бір-бірден айтады. Иерусалим жетекшілері ақырған арыстандай, қарапайым әрі әлсіз халықтан мал-мүлкін тартып алып, өмірлерін жалмады. Әділетсіз жағдайларына бола көмек сұраған адамдарды өлтірді. Сөйтіп күйеулерінен айырылған жесір әйелдер көп болған. Израильдің құрып кетуі басқа елдермен соғысуға бола емес, жетекшілердің халықты азаптауынан болған еді. Діни қызметкерлер де олармен бірдей болды. Таурат заңын бұзып, қан төгіп, киелі үйдегі заттар мен құрбандықтарды арамдады. Леуіліктер кітабы қасиетті нәрседен арам нәрселерді бөлектеуді бұйырған. Діни қызметкер соны халыққа үйрететін жетекші болуы керек еді. Әйтсе де олар керісінше киелі үйдегі заттар мен құрбандықтарды арамдап, демалыс күндерін сақтамай, арам істер жасайтын болған. Ақырында Құдай діни қызметкер арқылы қорланған. Ал пайғамбарлар ше? Олар жетекшілер мен діни қызметкерлердің қателігін әшкерелеп, түзету керек болған. Бірақ олар соған көз жұмып қараған көріністерді көріп, өтірік сәуегейлік айтып, Құдай былай дейді деп айтқан. Сөйтіп жалған пайғамбарлар көбейіп, Құдайдың еркін дұрыс жеткізетін пайғамбардың дауысы Иерусалимде естілмейтін болды. Ақырында Израиль халқы өздерін жетекші санап, өзгелерге қысым көрсетіп, әлсіз адамдарды тонаған. Бишара адамдарды да қанады. Маңайдағы адамдарды сүй және жетім жесірлер мен кедейлерді қамқорла деген заң аяққа басылып орындалмады. Осылайша Иерусалим бұзылып кетті. Сол жердегі ең әлсіз адамдардың шеккен азаптары Құдайға жетуден басқа амал қалмады. Сөйтіп, жетекшілер, діни қызметкерлер, пайғамбарлардың халықтың істеріне бола құлдырап бара жатқан Иерусалимге қарап, Құдай құлдыраған жерді қалпына келтіретін адамды іздеді. Сол жерге әділдік пен адалдықты қалпына келтіріп, Құдайдың сөзіне мойын сұнып, жетім жесірлер мен кедейлерге қамқор болатын адамды. Әйтсе де Құдай сондай адамды таба алмады. Балалар, Езекиелдің пайғамбарлық сөзі қазір бізге де өте керек сөз. Біз өзіміз өмір сүріп жатқан осы жерде де, Құдай әлі де құлдырап кеткен жерді қалпына келтіретін адамды іздеуде. Құдайдың сөзін тыңдап отырған біз, сол адам болсақ жақсы болар еді. Әділдік пен адалдықты ұстанып, Құдайдың еркін орындап, Құдай патшалығын орнататын адам біз.